Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге жилетканың детский, оны үлкендерге де тоқысаңыздар болады, бірақ мен бүгін 4-5 жасар қыз балаға тоқитын боламын. Ұл балаға келеді деп айта алмаймын ол жилетканы, бірақ өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тоқысаңыздар болады. Тоқылу жолын көрсететін боламын. Бізге ең алдымен әрине крючок керек болады. Крючок мен үшін өте ыңғайлы, чем спицаға қарағанда спицамен ұзақ отырып қаласыз, сондықтан да мен крючокпен тоқиын деп шештім. Енді менде крючоктың мына жерде номері өш қапты, бұл 4,5 мм крючок. 5 мм крючок болса тіптен қатып кетеді. Және де жіп керек болады. Менде жіп Alize Lana Gold классик жібі. Мен үшін өте ыңғайлы жіп осы, өзіме қатты ұнайды. Ылғи да машинкамен тоқсаң да, крючокпен, спицамен тоқсаң да өте ыңғайлы жіп. Және де керек қайшы, сантиметровая лента, не болмаса линейка керек болады. Және соңғысы бізге үлкен көзді ине керек болады, себебі бізде детальдары бөлек-бөлек тоқылады, соны бір-біріне қосу үшін. Олай болса, тоқымамызды бастаймыз. Бізге 10 воздушный петля теріп алу керек, іліп алу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жіптер менде алдыңғы нелерден қалған жіптер, сондықтан да сәл-пәл шатасып жатыр. 6, 7, 8, 9, 10. 10 воздушный петляға көтеріп алдым. Енді бір петля тағы терең іліп аламыз да, келесі бірінші қатарды тоқып бастаймыз. Бірінші қатарда біз петля без накидамен тоқитын боламыз. Негізі бұл осы резинкасын тоқып бастайық деп жатырмыз. Бұл бізге петля без накидамен тоқылады. Мына жерде байқасаңыздар, міне жаңа біз бір петляға көтердік, оған тоқымаймыз. Келесі петлядан бастап қатардың соңына дейін 10 петля болу керек. 10 петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Келесі бір петляға көтереміз да, келесі қатар тоқимыз. Келесі қатар бізде мінекей, мына бір петляны тастаймыз. Екі қабырғасынан алмаймыз, тек бір қабырғасынан ғана алып тоқитын боламыз. 1, 2, тағы да 10 қатар тоқылу керек. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 қатар тоқыдық. Келесі бір петляға көтереміз да, қайтадан дәл осылай қайталай береміз. Тура түбінде тұрған петлядан емес, келесі петляның бір қабырғасынан ғана тоқимыз. Біздегі жаңағы жұмысымыздың алды мен арты бөлек-бөлек тоқылады, оны соңынан бірге қосып тігетін боламыз. Дәл осылай қайталана береді. Осы бір қатармен тоқи бересіздер, яғни тек қана бір қабырғасынан алып, пока қай жерге дейін тоқисыздар. Мысалға, мына менде кардиган тоқылғанда, кардиганның жаңағы сызбасы, бірақ бұл жерде менде обхват бедр деп тұр. Осы обхват бедр маған керек болады, осы жердегі размер. Мынаны скринда бассаңыздар болады, дәл осы жерін. Мен қазір тоқып жатырмын 4-5 жасар қызға. Менде 62-63 сантиметр. Мен бұған примерно 4 сантиметрде қосам. Мысалы 62 деп алатын болсам, 62-ге мен 66 деп аламын да, 66-ның жартысы менде 33 сантиметр болады.
яғни біздің жұмысымыздың алды мен арты бөлек-бөлек тоқылады, және де соңына біз соңында екеуін біріктіріп тігетін боламыз. Сондықтан да менде толық обхват бедр 62 болатын болса, оған 4 сантиметр қосамын. Егер де 63 болатын болса, онда мен 5 сантиметр қосуым керек. Мүмкін да, себебі сәл жаңағы енді жұптық санға келтіру үшін. Енді мен 62 деп алып отырмын, демек мен 4 сантиметр қоссам, менде 66. 66-ны мен екіге бөлетін болсам, ол менде 33 сантиметр. Демек, мен қазір тоқимын, мынау менің деталім 33 сантиметрге жеткенге дейін. 33 сантиметрге жеткеннен кейін қатты бүйтіп созбай, сәл ғана тартып, өлшейтін боламыз. Өзімізге қажетті размерге тоқып болғаннан кейін, размерге дейін, енді ары қарай біз былай тоқимыз. Мына жермен аяқталды, енді ары қарай 1-2 воздушный петляға көтереміз. 2 воздушный петляға көтергеннен кейін бір накид іліп, тура міне түбінде тұре, осы жерден бір петля с накидом тоқимыз. Бір петля с накидом тоқимыз. Енді келесі бізде келесі петля, міне мына жерде тұр, өзі көрінеді. Сол жерлерден тоқи бересіздер. Екінші петля с накидом. Одан кейін міне мына жерде бір петля бар. Үшінші петля с накидом. Одан кейін төртінші петля с накидом. Бесінші петля с накидом. 6. Яғни дәл осылай әрбір жаңағы мына жерде көрініп тұрған өзі петляларға петля с накидом тоқып шығатын боламыз. Қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Міндетті түрде санаңыздар қанша болғанын, және де біз қазір жоғары қарай көтерген кезде бұл санымыз өзгеріп кетпеу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Дәл осылайынан қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Міне мен қатардың соңына дейін тоқып болдым. Менде 54 петля шықты мына жерде. Енді келесі біз екінші қатарды дәл осылай тоқи береміз. 2 воздушный петляға көтеріп аламыз да, жұмысымызды бұрып, әрбір петляға бір петля с накидом тоқып шығатын боламыз. Қатардың соңына дейін. Біз бұны қашанға дейін тоқимыз? Мен қазір бұны 4-5 жасар қызға тоқып жатырмын. Бұл қазір мынадан бөлек мен 14 қатар, мынамен бірге 13 қатар тоқуым. Мынамен бірге 14 қатар тоқуым керек. Мен қазір бір қатар тоқыдым. Екінші қатардың басын бастадым, ары қарай 14 қатар тоқимын. Мінекей мен өзім қажетті жерге дейін тоқып болдым. Яғни мен 14 қатар тоқуым керек болған 14 қатарды тоқып болдым. Ол менде 21 сантиметр болыпты. 21 сантиметр. Бұны мен қай жерден алып отырмын? Бұл размерді мен мінекей. Бағана біз обхват бедр алған болатынбыз. Ол менде 4-5 жас 62, оған 4 сантиметр қостым, сонда 66 болды. Келесі ары қарай мен мынау айтып өткенімдей, бұл менде мынандай кардиганның схемасы. Бұны өзім сызып, өзім есептеген болатынмын. Сол жерден алып отырмын. Қолтыққа дейінгі биіктік деп тұр. Яғни қазір біз бұл жерден қолтығын шығаратын боламыз. Қолтыққа дейінгі биіктік негізінде 26-27 сантиметр болып тұр. Бірақ мынаның сәні сәл қысқалау болғандықтан, сондай сәнде болғандықтан, мен бұны сәл қысқарттым 21 сантиметрге дейін. 21 сантиметр болады. Енді мен қазір ары қарай, яғни 26 сантиметрден где-то 5 сантиметр алып тастаппын ғой, сонда 5 сантиметрді алып тастадым. Енді мен мына жерден қазір қолтығын шығарамын да, ары қарай қолының биіктігі менде 16-17 сантиметр болу керек. Бұл жерден де мен 5 сантиметр қысқартам, сонда мен 11 сантиметр
так, я 11 сантиметр биіктікте тоқитын боламын, бірақ 11 сантиметрді мен тағы да аламын. Себебі менде ол жерде әлі иық бар. Алдының иығын мен 2 қатар ғана тоқимын, 2 қатар ол менде 2 сантиметр. Демек 11-ден мен тағы 2 сантиметрді алып тастасам, менде 9 сантиметр. Енді мен жоғары қарай 9 сантиметр тоқитын боламын. Ол 9 сантиметрді қалай тоқимын? Мен мінекей мына жерге дейін келдім, иә. Бұл жерден аяқтадым. Енді бір воздушный петляға көтеремін да, сәл ұзындау етіп, мынаны жасыра алатындай етіп, жаңағы кесіп тастаймын. Жібімді кесіп тастаймын. Кестім. Сонда менде осындай деталь пайда болды. Бұл мен алдыңғы алдыңғы планкасын дейміз ба, алдын тоқып жатырмын, былайша айтқанда. Енді мен қазір артын тоқуға, алдының кеудесін тоқуға кірісемін. Кеудесін мен қазір былай тоқимын. Қолынан міне 1, 2, 3, 4, 5-еуді тастаймын да, енді 6-шы петлядан бастап тоқимын. Осы жерден бастап жібімді осы жермен жалғаймын. Ары қарай бағанағындай 2 воздушный петляға көтеремін да, әрбір петлядан дәл мынаны қалай тоқыдым, тура солай тоқимын. Мына жақтан соңынан санағанда 6-шы петляға дейін, 6-шы петляны тоқып, сол жерден тоқтаймын. Яғни мына жақтан да 1, 2, 3, 4, 5. 5-еуі қалу керек, 6-шы тоқылу керек. Олай болса кеттік. 1, 2, 3. Міндетті түрде мынау қысқа жіпті осылай ортасына жасырып жүрсеңіздер, соңынан жасырып әуре болмайсыздар. Дәл осылай соңына дейін тоқимыз. Яғни соңында 5 петля қалғанға дейін. Осылай мына жерге дейін тоқып шығамыз. Міне, бір қатарымды тоқып алдым. Мына жақтан 5 петля, мына жақтан 5 петля қалды. Енді міне 2 воздушный петляға көтергеннен кейін тура мынау сияқты ары қарай тоқимын. Келесі қатарды осылайынан айналдырып тоқимын, пока мен мына осы жерден бастап 9 сантиметрге жеткенге дейін. Иыққа дейінгі биіктікті тоқып болдым. Енді ары қарай біз иығын тоқитын боламыз. Иығын біз тоқу үшін бізге қандай размер керек? Мен қазір 4-5 сантиметрге тоқып 4-5 жасқа тоқып жатырмын. Бұл менде рост 104-110 сантиметрлі балаға тоқылып жатыр, иә. Енді маған керек размер ол мынау. Ширина плечи дейді. Ширина плечи осы жерде мен қараймын, мысалға 104-110 болса, ол 8,5 сантиметр болу керек. Яғни иығының жаңағы иық өлшемі 8,5 сантиметр. Мен мына жерден қазір 8,5 сантиметрді есептеп аламын. Так, міне 0-ден бастап 8,5 сантиметр ол примерно міне мына жер, иә. Енді мен осы жерге дейін санаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Яғни 13 петля. Мына жақтан да дәл солай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 петля. Екі жақтан 13 петлядан мен 2 қатар тоқимын. 2 қатар. Жұмысымды бұрамын. 2 воздушный петляға көтеремін. Енді ары қарай 1, 2, 3, 4, 5, 6, так, 6, 7,
6, 7, 8, 9. Тоғыз, 10, 11, 12, 13. 13 петля тоқып алдым. Енді тағы да 1-2 воздушный петляға көтеремін да, обратно тағы да тоқимын артқа қарай. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tüm şimdi 9. 10, 11, 12 и 13. 13 петля тоқып болдым. Мінекей 2 ряд тоқыдым. Енді мен мына бетінен де дәл солай 13 петляны тоқып 2 ряд тоқитын боламын. 13 петля тоқып болдым. Мына біздің жилет жакетіміз дәл осылай болатын болады. Бұл мен алдын тоқып болдым. Енді мен артын тоқуым керекпін. Артын тоқыған кезде дәл осылай тоқимыз. Мына жерге дейін тура осылай тоқимыз, ешқандай өзгеріссіз. Одан кейін бірақ кеудесін тоқыған кезде біз мына жерде иығын 2 петля тоқыдық қой, ал кеудесінде біз мына жерге дейін тоқимыз. Дәл осы жерге дейін кеудесін ұзынан ұзақ тоқимыз да, ал иығын тоқитын кезде бір қатар ғана тоқитын боламыз. 2 қатар емес, 1 қатар. Сонда біз мына қатарда мына жердегі екеуінің біреусін кеудесіне, қалған біреусін жаңағы иығына жіберетін боламыз. Тура осылай тоқитын боламыз арт жағында. Сосын соның тоқып болғаннан кейін алдымен артын қосып тігіп, қолтығын, мойнын тоқитын боламыз. Мінекей мен тоқып болдым, алдымен артын. Осындай болып шықты менде. Енді біз мынаның бәрін біріктіріп тігіп шығуымыз керекпіз. Мына жақты және мынандай 2 жағын тігеміз. Ол үшін бізге көмекке осындай ине, үлкен көзді ине керек болады. Үлкен көзді ине келеді. Өздеріңіз қалай тіге аласыздар, солай тіге бересіздер. Былай тік дейтіндей бұл жерде ешқандай да жаңағы несі жоқ. Айырмашылық дейміз ба, қалай айтамыз. Ешқандай да бір заңдылығы жоқ. Қалай ыңғайлы, солай тіге бересіздер. Мен қазір осылай тігетін боламын. Сәл бағана ұзындау етіп жіп қалдырған болатын. Сол жіптен тігіп шығамын. Жіппен тігіп шығамын.
осылай тігіп шығамыз. Мына жіпті жасырып жібереміз. Кесіп алып тастауға болмайды. Себебі бұл бізде әлі жасырып үлгермеген жіп. Мінекей. Мен дәл осылай тігіп шықтым. Енді мынау жібіміздің қалған бөлігін барынша жасырамыз. Болашақта сөгітіліп кетпес үшін. Қай жерге жасыруға ыңғайлы, сол жердің бәріне жасырып шығамыз. Осылай бір қабырғасынан ғана алып жасырып жатырмын. Мінекей. Осылай жастырдым да, енді қалған бөлігін кесіп алып тастаймын. Болды, бұл маған керек емес. Келесі мына бөлікті де жасырып тастау керек, осы жіпті де. Себебі бұл бізге керегі жоқ. Жай ғана жасырып өтеміз. Мінекей. Болды. Бұл да бітті. Енді келесі. Екінші иығында дәл солай жасырасыздар. Тігесіздер, және екі осындай қырында дәл солай тігіп шығамыз. Одан кейін мынау қолын және мойнын тоқуға кірісетін боламыз. Мінекей, мен жасыратын жердің бәрін жасырып болдым. Жасыратын жердің бәрін жасырып, тігетін жердің бәрін тігіп болдым. Осындай болып шықты. Міне, көрсеңіздер болады. Енді ары қарай біз осы қолы мен мойнын тоқитын боламыз. Мен мойнын және де бір қолын тоқып болдым. Енді ары қарай мына қолына дейін тастап қойдым. Қазір бірге тоқитын боламыз. Ол үшін тура біздің тігісіміз түскен жер бар. Мына біздің тігісіміздің түскен жері. Соның қасында міне мынандай, міне байқасаңыздар, осындай петлялар бар. Осы жерден бірінші тура тігістің жанынан жібімізді өткізіп аламыз. Жібімізді өткізіп, бір воздушный петля көтеріп аламыз да, ары қарай мынадан бөлек тағы да 1, 2, 3, 4. Яғни біздің мынау биіктік 4 петлядан тұрады. 4 воздушный петлядан тұрады. Ары қарай для подъема деп бір петля тоқимыз. Келесі енді дәл осы жерден тоқымамызды бұрып, міне крючокта бір петля тұр, крючоктан кейін тағы бір петля тұр. Оған алмаймыз, үшінші петлядан бастап тоқимыз. Кәдімгі біз мына жерді қалай тоқыдық, дәл солай тоқимыз. Обычный кәдімгідей петля без накида тоқитын боламыз. 1, 2, 3, енді 4. Сәл мына жер тартып тұрмасаңыздар, мына қысқа жіптеріңіз шығып кетуі мүмкін. 4 петля тоқып алғаннан кейін, міне бізде мына бірінші бағана воздушный петля ілінген жер бар, одан жанында тағы біреу тұр. Міне сол жерден жібімізді өткізіп, соединительный петля бір рет жасаймыз, одан кейінгісінен тағы да біреу жасаймыз. Яғни міне біз бірінші тоқып алған жеріміз тұр, одан кейін біреу өткіздік, содан кейінгіден тағы да біреу. 2 соединительный петля өткіземіз да, соединительный жасаймыз да, ары қарай енді тағы да
бір петляға көтереміз, воздушный петляға тоқымамызды бұрамыз, сосын міне бір петля, 2, 3, 4 петляны тастаймыз да 5-ші петлядан бастап тоқимыз. Бір петля с накидом, 2, 3, 4. Ең шеткісін ұмытып кетпеңіздер, 4. Ол байқалмай қалуы мүмкін. Сонда бізде 4 петля без накида, яғни біздің биіктігіміз 4 петля без накидадан тұрады. Ары қарай бір петляға көтереміз, воздушный петляға тоқымамызды бұрамыз да, қайттан артқа қарай кеттік. Тура жаңағы бірінші қатарда қалай тоқыдық, солай тоқимыз. Біріншіні міне крючоктан кейінгі 3-ші петляға деп айтайықшы. 3-ші петлядан бастап тоқимыз. 1, 2, 3, 4. 4 міне. 4 петля тоқыдық. Енді ары қарай 5, 6 деп тоқып кетпеңіздер. Осы 4 биіктігі 4 петлядан тұрады дедім, осы 4-пен қаласыздар. Келесі біз жаңа мына жерден іліп алдық, міне. Енді одан кейінгіден соединительный петля жасаймыз, міне. Сосын тағы бір соединительный петля жасаймыз. Енді ары қарай бір воздушный петляға көтереміз. Жұмысымызды бұрамыз. Келесі санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5-ші петляға, яғни крючоктағыны міндетті түрде санайсыздар. Не болмаса, былай санасаңыздар болады. Жоғарғы жағынан бастап санайсыздар. 1, 2, 3, 4. Яғни бізде биіктігі 4 петля болғандықтан, жоғарғы жағынан санағанда төменге қарай 4-ші петлядан бастап тоқисыздар. 1, 2, 3, 4. Дәл осылайынан қайталана береді. Бір воздушный петляға көтересіз, артқа қарай айналасыз да, крючоктан кейінгі 3-ші петля 1, 2, 3, 4. Тағыдан қайталап айтам. 4 петляға дейін ғана тоқисыздар, одан артық тоқуға болмайды. Мына жерден бастадық, жаңа енді келесі петлядан соединительный петля өткіземіз. Және тағы біреу мына жерден қараңыздар, мынадан алмай қойсаңыздар дұрыс болады, себебі мынадан алсаңыздар, бұл тесік одан ары дәу кетеді. Сондықтан да мүмкіндік болса, мына жерден сәл өткізсеңіздер өтеді. Осы жерден соединительный петля жасаймыз. Петля жасаймыз да, бір петляға көтеріп, келесі тағы бір петляға көтереміз да, артқа қарай айналып, дәл осылай жалғастыра береміз. Соңына дейін тоқимыз, мына жерге дейін айналып келеді. Сол жерге жеткен кезде кездесеміз. Міне мен соңғы рядты тоқиын деп жатырмын. Бір рет маяқтан. Қазір 1 минут. Көрсетіп жүргеннен қайтадан. Міне, мына жерден қазір бір рет соединительный петля жасаймын. Одан кейін менде мына жер тұр ғой. Мына біріншінің шыққан жерінен соединительный петля жасаймын да, бір воздушный петляға көтеріп, тоқымамды бұрып, соңғы рядты тоқимын. Жоғарғы жағынан санағанда мына бірінші есептеледі. 1, 2, 3, 4. 4-ші петлядан бастап петля без накида тоқимын. 2, 3, және мынау 4-шісі. Осылай тоқимын да, бір рет воздушный петляға көтеріп, мынаны болды, керек емес маған. Енді мынаны қазір тігеміз. Так. Үлкен көзді инемізбен тігіп шығатын боламыз. Мына мойнында тоқыған кезде де дәл солай тоқисыздар. Үлкен көзді инемен кәдімгідей соңғы мына бірінші біз басын қай жерден бастадық, сол жермен аяқтайсыздар. Мен былай тігіп жатырмын. Бұл жерде де өз қалауларыңызбен, бірақ
екеуін бірге біріктіріп алдым ең алдымен. Одан кейін барып бағанағы қырларын қалай тіктік, дәл солай. Былай, былай, былай. Да. Келесі. Соңғысын өткізгеннен кейін мына жерді бір байлап жібердім осылайынан. Сосын мына қалған жіпті болды жасырамын қазір. Қай жерге ыңғайлы жасырғанға солай жасырып шығамыз. Дәл осылайынан жасырып алдым. Мүмкіндігінше көп жерлерге дейін ұзағырақ қылып жасырдым, себебі шығып кетпесін деген оймен. Жасырып болғаннан кейін мына жібімізді қиып тастаймыз. Мінекей, енді бұны мен оң жағына қарай аударамын. Міндетті түрде бір рет отпаривательмен үтіктеп, не болмаса бір рет жаңағы жуып жіберсеңіздер, вообще керемет болып кетеді. Міне бізде осындай әдемі, сәнді жаңағы кеудешеміз дайын болды. Өте әдемі көрінеді. Мектеп жасындағы қыздарға да, студенттерге де кие берсе, ішінен водолаз кисе өте әдемі болады. Не болмаса жаңағы жағасы бар киім кисе де өте әдемі болып шығады деген ойдамын. Егер де видео ұнаған болса, соңына дейін көрген болсаңыздар, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер, себебі менің видеоларымда көбінде байқаймын, лайк жоқ. Егер ұнап жатса, сіздерге көмегі тиген болса, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер де болады. Каналыма міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар.